Арма ардақтағайын, ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі, ұлыстың ұлы күні, әз наурыз баршаңызға құтты болсын. 16 наурыз шаңырақ күні. Әрине, қазақ мәдениетінде шаңырақтың орны ерекше. Өйткені шаңырақ көк аспан, шаңырақ үй-жай, шаңырақ отбасы, тірек, шаңырақ бақуаттылық пен қауіпсіздік және ұрпақтар сабақтастығы. Солай екен, біз бүгін отбасылық құндылықтарды насихаттай отырып, қаламызда үлкендердің жолын ұстанып, жас отау құрып жатқан жастарға неке куәлігін тапсыру рәсімінің куәсі болайық. Ендеше, жас отау иелері Еркебұланұлы Жансерік пен Наужатова Аңсаған Мейірхан қызын үлкен құрметпен неке қию алаңына шақырамыз. Қадірменді әлеумет, отбасы барлығымыздың жүрегімізде ең жақын сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Адам баласының өсіп өнетін алтын ұясы да осы отбасы. Ендеше, наурыз мерекесі аясында отау құрған жас шаңырақ иелеріне неке куәлігін табыстау рәсімі аудандық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің басшысы Қожахметова Жанар Бекболатқызына беріледі. Хош келіңіздер, құрметті қонақтар, қадірлі қалыңдық пен күйеу жігіт. Қазақстан Республикасы атынан Еркебұланұлы Жансерік пен Наужатова Аңсаған Мейірхан қызына қатысты неке қию рәсімін өткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті қалыңдық пен күйеу жігіт, бүгінгі күн сіздердің өміріңізде ең бақытты, салтанаттың күндердің бірі. Сонымен қатар жауапкершілікті кезең, отбасын құру, болашақ ұрпаққа тәрбие беру әр адамның парызы. Сондықтан сіздерге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіздер. Сіздердің некеге тұру тілектеріңіз ерікті, екі жақты шынайы тілек пе? Сіз қалыңдық? Сіз күйеу жігіт? Отбасы берік болу үшін неке қию актісіне қол қоюларын сұраймын. Қазақстан Республикасы неке отбасы және ерлі-зайыптылық туралы заңына сәйкес бүгін 16 наурыз 2025 жылы сіздердің некелеріңіз заңды түрде қиылды. Сіздерді ерлі-зайыптылар деп жариялаймын, құтты болсын. Адастырмас ақ махаббат жемісі, адалдық пен махаббаттың белгісі, қасиетті ақ некенің жүзігін алмастырсын жас жұбайлар де отыра. Жас жұбайлар, неке жүзіктеріңізбен алмасуларын сұраймын. Неке қия жүзікті сәндік үшін тақпайды. Неке қия жүзікті қос жүрек мәңгі сақтайды. Жүзіктеріңіз құтты болсын, жас жұбайлар. Ал енді құрметті жас жұбайлар, сіздерді заңды некелеріңізге құттықтай отырып, сіздерге ең алғашқы отбасылық құжатыңызды, мемлекеттік неке қию туралы куәлікті Мұғалжар аудандық ахат қызметі атынан жас отау иесі ретінде Жансерік сізге табыс етемін. Құтты болсын. Аттаған қадамдарыңыз құтты болсын, сапарларыңыз сәтті болсын, бақытты болыңдар. Неке қию рәсімін жабық деп жариялаймын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына құрметті балдарым шаңырақ көтеріп жатқан, берген батам қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дастархандарың бай болсын, қазан ошақтарың май болсын, төрт түлігің сай болсын, көңілдерің жай болсын. Ұлдарың болып оншақты, қыздарың болсын моншақты. Қыздарың бейбі атанып, ұлдарың болсын бияға. Алла, осы шаңырақтарың берік болып, бергелерің кең болып, қосағаларыңмен қосағарып, осы берген ақбатамды Алла өзі қабыл етсін. Алла қабыл етті. Қабыл болсын.